Құрметтілерім, дәрісімізді әрі қарай жалғастыратын боламыз. Яғни, бұл сабақта мен сіздерге третий измерениеден, яғни жанталасқан, жұрттан қалып кеттім, мен бейшарамын, ойбай, көбірек еңбектену керек, шыңғыру керек, қызғану керек деген измерениеден, эгоның измерениесінен пятый измерение, яғни душамен, чистое сознаниеде өмір сүру жайлы айтып жатырмын. Бірақ алдымен енді біз өзіміздің третий измерениедегі болмысымызды, эгомызды анық көруге тиістіміз. Сол кезде ғана біз оны управлять етіп, пятый измерениеге өте аламыз. Мен сіздерге осы сабақтардың алдында, негізі мен бұл сабақты қысқа қылып жазамын деп ойлап едім, бірақ айтылатын дүниелер көп болып тұр. Өйткені олардың көпшілігі, мен ойлаймын, енді маңызды деп, сіздердің өсулеріңізге, дамуларыңызға өте қатты маңызды болғандықтан бар нәрсені қалдырмай айтқым келеді, чтобы сіздер қайтадан ескі болмысыңызға, ескі привычкаңызға, ескі әдетіңізге қайтадан өтіп қалмас үшін. Сондықтан сабақтың барысында кейбір тақырыптарды қайталап айтып отырған сияқтымын, езіп айтып отырған сияқты көрінсе де, пожалуйста, бірнеше мәрте тыңдаңыздар. Сол кезде бұл сабақтың негізгі сутін, негізгі мағынасын түсінетін боласыздар. Третий измерениеде өмір сүрген Мақпалдың мотивациялары қандай болды? Мақпалдың мотивациялары ол әрине аштық болды. Өйткені мен қалайда жаңағы өзгелерден тоқтыққа жетуім керек, өзгелерден қалып кетпеуім керек деп жанталасқан, шыңғырған аштығым жайлы мен сіздерге алдыңғы сабақтарда айта кеттім. Сонымен қатар аштықтан бөлек бізді алдыға жетелейтін оттардың бірі сол третий измерениеде ол докажу. Яғни барлығымыздың бала кезімізде белгілі бір травмаларымыз болады, белгілі бір жанымызды жаралаған оқиғалар болады. Одан кейін есейіп келе жатқан кезде өмірден сатқындық көреміз. Содан кейін біз өзімізге, мен өзгелерге дәлелдеймін өзімнің кім екенімді деген тұжырым аламыз. Мен бұл жерде сіздерге бұл дүниелердің барлығы жаман, болмаса жақсы дегеннен аулақпын. Просто өзіңіздің қай кезеңде жүргеніңізді анық білсеңіз, сізге ол кезеңнен, ол этаптан шығу әлдеқайда жылдам болады. Сонда я докажу деген, мысалға менің өмірімде қарасаңыздар, кішкентай кезімде мен өзімнің туыстарыма ренжіген дәлелдегім келді. Одан кейін есейгеннен кейін өзімнің әкеме дәлелдегім келді. Менің мықты болғанымды, мені есейгенімді көр деп. Сол дәлелдеу үшін жан шырай бастадым. Және одан кейін өзімнің бұрынғы күйеуіме дәлелдегім келді. Қарасаңыздар, именно дәлелдегім келетін адамдардың бойында өте қатты елдің пікіріне тәуелділік болады. Өйткені ол адамдар хотят казаться, барынша бай болып көрінгісі келеді. Және ол адамдар өздерінің артында бықсып атқан проблемасын, қазақша айтқанда бөр арықтығын білдірмес, сыртқы жүнін қомпайтар деп, ішінде бықсып атқан проблемасын өзгелерден көмек сұрауға, айтуға қатты қысылады. И олар адамдар әсіресе бессознательно, бәлкім сознательно ойлайды, менің қазір қарызым бар екенін, кредитім бар екенін, либо менің проблемам бар екенін ешкім біліп қоймаса екен деп, соны жасыру үшін жанталаса бастайды. Есімде сол қатты дәлелдеу кезеңдерінің бірінде бір күні қызым Ділдаға кредитке сотовый телефон алуға сүлпаққа бардық. Сөйтіп кезекте тұрған кезде мен өзімді наблюдать етіп тұрсам, алақ-жұлақ етіп, жан-жағымнан қорқып, как будто бір менің кезекте тұрғанымды, жаңағы менің кредитке алайын деп жатқанымды елдің бәрі біліп қоятындай, елдің бәрі маған күліп тұрғандай, мен елдің алдында бір позорым шашылатындай, сондай бір сезімдермен жанталасып жатқанымды, тез-тез алып, тез-тез шығайықшы деп айқайлап жатқанымды байқадым. Представьте, сізді осы бір ғана программа қаншалықты сізді басқарып тұратын, дегбіріңізді алып тұратын, өміріңізді управлять ететін, просто білсеңіздер, өздеріңіздің қандай дүниелерден мотивация алып, қай кезеңде жүргеніңізді анық көрсеңіз, сізге өмір сүру әлдеқайда жеңіл болатын еді. Содан кейін уақыт өте келе, яғни дәлелдеймін деп тыраштанған сайын, дәлелдеймін деп ышқынған сайын, қазақша айтқанда, менің қайта өмір мені жағаға қарай кері откатпен лақтыра бастады. Қанша қиналсам да мен сол дәлелдей алмай қор болдым. Сол кезеңдерде мен үлкен ояну үстінде үлкен осознание алдым, что өмірде дәлелдейтін де ештеңке жоқ екендігін. Ол адамдар да өзінің сіз дәлелдеймін деп ышқынып жүрген адамдарыңыздың да
өзінің өмірде проблемасы жететінін, мысалға олардың да өзі өмірлік путта өздерінің тағдырдың берген белгілі бір сынақтарын өтуде, әртүрлі кезеңдерден өтуде екенін толық түсінген кезде, яғни бұл сезімнің маған ешқандай пайдасы жоқ екенін түсіндім. Біреуі жаңа аштық болатын болса, біреуі дәлелдейін болатын болса, тағы бір мотивация, әсіресе қатты сізді орныңыздан тұрғызатын, өзіңіз бессознательно слепой зонаңызда сізге ол нәрсенің выгодасы бар деген сөз. Сондай выгодасы бар дүниелердің бірі ол әрине қарыз. Өйткені сіз қарызыңыз жоқ болатын болса, онда сіз орныңыздан тұруға, жұмыс істеуге, жаңа белестеріңізді алуға мұншалықты ынтызарлықпен, құлшыныспен алға ұмтылмас едіңіз. Өйткені сіздің тез тұруыңызға, күнде жұмыс істеуіңізге, әйтеуір сүйретілсеңіз де жұмысқа баруыңызға, бір нәрсе істеуіңізге ықпал ететін дүние амал жоқ. Сіздің артыңызда жанып тұрған оттың, жанып тұрған қарыздың сізді итермелеу болып табылады. Өйткені ол болғандықтан амал жоқ, өз-өзіңізді сүйретіп орныңыздан тұрғызасыз. И бессознательно қарызы бар адамдар слепая зонасында одан выгода иметь етеді. Өзіңізге мен не үшін өзімнің өміріме қарызды шақырып отырмын? Бұл арқылы мен қандай выгоданы имею деген сұрақты кәдімгідей өзіңізге қойсаңыз, біраз уақыттан кейін сіз нақты жауабын алатын едіңіз. Мысалға, менің өмірімде қарыз менің жатып қалмау үшін, яғни әрдайым тонуста болу үшін, активный болу үшін маған кәдімгідей қызмет еткен. Мен сіздерге бір түсінікті айтқым келеді, жаным, сол біздің өміріміздегі проблемамыз деп қараған, біздің өмірімізде жек көріп жүрген кезеңнің де бізге беретіні бар да. Келесі бір тұсында, значит, біз оны бессознательно өмірімізге бекерден бекер шақырып отырмыз деген сөз. Шақырып отырған жоқпыз бекерден бекер. Өйткені ол бізге керек болып тұр. Данный этап өмірімізде сол арқылы бір нәрсені ұғуымыз керек болып тұр. Яғни, менің бірінші жаңағы мотивациям ол аштық болатын болса, екінші дәлелдеу болатын болса, үшіншісі менде қарыз болды. Өйткені үнемі 40-тан асқанша мен қарыз жабумен өмірімнің басым бөлігі өтті. Бір қарыздан кірем. И помню, бір өмірімнің кезеңінде бүкіл қарызды жауып тастаған кезде ешқандай орнынан тұруға, жұмыс істеуге, әрі қарай жаңа белесті бағындыруға ешқандай желанием қалмағанын түсіндім. И автоматом шамалы уақыттан кейін өміріме қайтадан қарызды шақырып алғаннан кейін қайтадан жанып, тұтанып жұмыс істей бастадым. И тағы бір сондай біздің өміріміздегі мотивацияның бірі, ол әрине ол өзгелер үшін, самопожертвование, яғни өзің үшін емес, өзгелер үшін орнынан тұру. Мысалға, біреулер ата-анасы үшін тұрады, қалай болғанда әке-шешеме көмектессем, біреудің баласы ауырады, менің мысалға ажырасқан әйел мен сияқты, олар қалай да балаларым үшін орнынан тұрайын деп өз-өзін жаңағы белін бекем буып алдыға жылжыта бастайды. Өйткені амал жоқ, өзінен басқа сенер жоқ. Балалары аузына қарап отырғандықтан жан таласып осы екпінмен алға өңмеңдеп ұмтыла бастайды. Сондай менде де мотивация балаларым үшін тұрамын деген мотивация болды. Бірақ бұл мотивация да мәңгілік деп айта алмаймын. Өйткені адам өз үшін тұрмаса, өзгелер үшін тұрғызғанмен бәрібір уақыты келген кезде адамның ішкі энергиясы әлсіреп, адамның мотивациясы ақырындап өше бастайды. Содан кейін тағы бір мотивация менің орнынан тұрғызған, ол өз-өзімді жек көру. Мен үнемі өзіммен қарым-қатынасқа қарайтын болсаңыздар, мысалға мен өзіме үңіліп қарайтын болсам, мен үнемі өзіммен өзім ұрсып келдім. Все время өзіме ешқашанда көңілім толған емес. Үнемі ішкі дауыс маған: сен дұрыс жасамадың, сен әлі жатсың, сен жалқаусың, сен қолыңнан келмейді деген сияқты мен ішкі дауыспен өзіммен қарым-қатынасым кәдімгідей строгий родитель болды баласына. Сен адам болмайсың, сен жата бересің, сен оңбағансың деген сияқты ішкі дауыс өзіме ұрсуымен болды. Бәлкім бұл дауыстар менің бала кезімде, кішкентай кезімде әке-шешемнен, или болмаса жақындарымнан, туыстарымнан сол дауысты естігенім анық, бірақ ол дауыстан мен шаршап, жүйкем қозғанмен кейін сол дауысты өзім әрі қарай қалай жалғастырып кеткенімді өзім білмей қалдым.
Яғни жылдар бойы мен жаңағы жатып қалсам, жұмыс істемесем, егер мен жаңағы бір нәтижеге жетпесем, үнемі өзіме көңілім толмайтын, демалғаным үшін, или болмаса бір уақытты бос өткізгенім үшін өз-өзімді іштей жық қоятынмын. Все время мен жаңағы өзіме іштей ұрысумен айналысатынмын. Яғни қараш, сен қалып бара жатсың деп. Тағы бір біздің мотивациямыз біздің ішімізде үздіксіз бізді жаңағы орнымыздан тұрғызатын ол қызғаныш. Өйткені мен де өте қатты қызғаншақ адам болдым. Сондықтан маған жаңағы елдің қолындағы дүниелерге үнемі қызығатынмын. Как будто біреу успехқа жетсе, мен қалып кеткен сияқты жанталасып, шыңғырып, жаңағы өз-өзімді қамшылай бастайтынмын. Яғни көп адам, әсіресе қазіргі уақытта өздерін танымайтын көп адамдар өздерінің бойында даже қызғаныш сезімі бар екенін де білмеуі мүмкін. Әсіресе жетістікке жеткен, успехқа жеткен адамдардың көпшілігі бастапқыда қызғанышпен дос болады. Өйткені сол оның оты мотиватор болады. Өйткені сен приблизительно қызғанатын кезде сен өзіңмен шамалас адамды қызғанасың. Сен өзіңнен төмен адамды қызғанбайсың. Қатты жоғарыдағы Американың президенті Трамп деген сияқты ондай адамдар қызғанбайсың. Сен өзің танитын, бәлкім танымайтын қызғаныштың артында, на самом деле, егер сіздер терең үңіліп қарасаңыздар, онда сіздің потенциалыңыз жатыр. Яғни сіз кімді қызғанасыз, дәл сондай успехті сізде жасай аласыз деген сөз. Сондықтан бессознательно білгендіктен анандай дүниені жасайтыныңызды, бәлкім сознательно білгендіктен өз-өзіңіз ана адам жек көре бастайсыз. Или оның успехын көре алмай, менде неге болмай жатыр, онда неге болып жатыр деп өз-өзіңізді қызғаныштың қызыл иті ішіңізді тырнай бастайды. Мен де сондай қатты қызғаншақ болдым. Әсіресе өзім приблизительно конкурент деп тауып алған 3-4 адамның успехын көрген кезде кәдімгідей буынып, қылқынып, түнімен ұйықтай алмай, мен не істесем екен, олардан озу үшін мен не істесем екен деп кәдімгідей жанталаса бастадым. И сонымен таңертең ерте тұрып алам, ана адамдардан озу үшін 1045 пландарды составлять етем. Ол пландарыма жете алмай, кейде жетіп, біраз дүниеде менің өсуіме ықпал етті қызғаныш. Мен өзімнің қызғанышым әрине үлкен алғыс білдірем, бірақ сен өскен кезіңде, сен оянған кезіңде, рухани өскен кезіңде, что өмірде қызғанатын ештеңе жоқ екенін түсінесің. Что өмірде бүкіл әлемнің қандай адам қызғанады, әлемде барлық жақсы нәрсе үлестіріліп қойды, маған қалмай қалды деген адам қызғанады. Шын мәнінде әрбір адам өскен кезіңде сен түсінесің, что ол сенің бір бөлшегің екенін, бәрі адамның ішінде Құдай бар екендігін, и барлығың бір целостный, үлкен бір шексіздіктің бөлшегі екенін түсінген кезде, ол адамдар да қайта керісінше, мысалға мен инфобизнесте жүрген адамдарды қызғандым да, ол адамдар да керісінше адамзаттың өзгеруіне өзінше үлес қосып жатқанын түсінесің. И сен жасай алмағанды дәл сол моментте ол адамдардың жасауы керек болғанда түсінесің. И сен сондай бір моменттерде автоматом сендегі қызғаныш ақырындап сөне бастайды. Сен оянған сайын бұл дүниелердің барлығы ақырындап бойыңнан кете бастайды. Сонымен қатар қызғаныштан бөлек тағы бір адамды сүйрелейтін, адамды алдыға жылжитын тағы бір эмоция, мен оның қызғанышқа ұқсас болғанымен, ол жаңағы мотивацияны мен бөлек алып қарадым, ол қалып бара жатсың. Күндіз түні сенің құлағыңнан как будто сен қалып бара жатқандай қалдың деген дауыс саған үздіксіз естіледі тұрады. Сен как инстаграмды ашсаң да бір қалып бара жатқан сияқтысың, үйде жатсаң да қалып бара жатқан сияқтысың, үнемі бір неден қалып бара жатсың десең, ол сұраққа ешкім нақты жауап бере алмайды, бірақ өз-өзін қамшылай береді. Қалып баратырмын деп ойлайды да, таңертең тұрғаннан бастап асығыстықпен шешім қабылдай бастайды. Өйткені қалып баратырмын дегеннің ар жағында жылдам болуың керек, яғни өзіңнің жаңағы үлесіңді алып қалуың керек деген помысыл тұрғандықтан ол адам жаңағы үнемі асығып жүреді. Өзінің не істеп жатқандарын, бүкіл жұмысын шала жасайды, бүкіл ісіне шалағай. Таңертең тұрғаннан бір орында ол адам байыз тауып отыра алмайды. Өйткені
бір жерге барса бір нәрседен қалып бартқан сияқтысы. Мысалға тамақ ішсе, ол адам жұмысты ойлап отырады. Жұмысқа барса, келесі кездесуді ойлап отырады. Яғни все время адамның ішінде уже қалып баратсың деген триггер, жаңағы қалып баратсың деген сендегі программа пуск басылған кезде сенде автоматты түрде ішіңде жанталас көтеріледі, сені басқара бастайды. Жанталаса бастайды. Сен не істеп жатқаныңды білмейсің, не ішіп жатқаныңды білмейсің. И осылардың барлығы сенің ішіңдегі кәдімгідей сенің мотивацияң, опораң болды. Мен сіздерге приблизительно өзімнің матрицамды айтып отырмын. Из чего я состояла? Осы матрица менің кәдімгідей личностымның бойындағы негізгі программалар болды. Негізгі аштық, қызғаныш. И осындай программадан тұрғандықтан менің өмірімнің басым бөлігі алғаш оянған кезімде, алғаш үлкен осознанияға өткен кезде, я помню, табиғаттың аясында мен кәдімгідей ұзақ жылап қалдым. Ұзақ жыладым да, мне стало жалко себя. Настолько менің өмірімнің басым бөлігі голодта, шыңғыруда, қалып кеттім деуде, зависте, дәлелдеуге өмірімнің основной бөлігін сол жанталасқа жіберіп алып, керісінше өмірімдегі рахаттанатын, жаңағы балалармен өткізетін уақыт, туыстармен өткізетін уақыт, осы уақыттың бәрін мен жіберіп алғанымды жан жүрегіммен, бүкіл болмысыммен ұққан кезімде мен кәдімгідей ұзақ уақыт жылаған болатын. Неужели я не поняла это? Мен осыншама ловушкада, осыншама матрицада тұрғанымды қалай мен түсіне алмадым дедім. Кеше ғана менің наставнигім Нұрсұлтанмен сөйлесіп отқан кезде бір күшті сөз айтты да. На самом деле біздің бәріміз бақыт болашақта деп ойлаймыз. Сол үшін болашаққа ұмтыламыз, асығамыз, ожидание қоямыз. И бұл сөз естуге ауыр болғанмен адамның миын төңкеретін сөздердің бірі да. Сен кеше ертеңнен бақыттысың дейді. И бұл сөз, егер адам үлкен өмірді осознаниямен өткізгісі келетін болса, прям гениальный сөз да. Не үшін сен кеше ертеңнен бақыттысың? Өйткені сенің кеше ата-анаң қасыңда болды. Өйткені сенің кеше тірі болдың. Өйткені сен кеше бауырларың қасында болды. Өйткені кеше барлығы аман болғанда. Ал сен болашақта олардың болатынын қасыңда білмейсің да. Сондықтан әр адам өмірде өзінің қазіргі күнін бағаламаса, осы жанталаспен бүкіл ғұмырды сарп етіп жібереді. Ақша, ойбай қалдым деп жүрген кезде, мен тағдырыма шексіз рахмет айтам. Что менің көзімді ашып, осы түсінікті менің қай жерде жүргенімді, я бы могла бы да өмірімнің бүкіл бөлшегін осы программамен аяқтап жіберуге. И мен оянғандықтан, осы түсініктермен ұзаққа бара алмайтын түсінгендіктен, қазіргі негізгі миссиям адамдардың дұрыс өмір сүруіне ықпал ету деп есептеймін. Жаңа ғана бір Россиядағы керемет осы мықты бір қыздардың бірінің сторителлингін көріп қалдым. И қазір уже ақылды адамдар, үлкен пайымы бар адамдар бұрынғы ойындардың өтпейтінін, бұрынғы опораларынан айырылып жатқанын жан жүрегімен түсінуде. Сонда ол қыз былай жазыпты. Маған қатты ұнады сөздері. И былай жазыпты өзінің сторисінде. Қалай ғана дейді, операция жасалып 9-ға. Қалай ғана мен ақша үшін өз денсаулығымды қай жерде айырбастап жібердім екен дейді. Я теперь, дейді, буду бережно относиться к себе, дейді. И мен өмірімде өзіме ұнамайтын нәрсені істемеуге, жанталаспауға, өз-өзімді қинамауға уәде еткеннен бастап, дейді, менің ақшам, дейді, керісінше ешқандай азайып қалған жоқ, дейді. Мен де сіздерге осыны айтқым келеді. Қазір көпшілігіңіз менің айтып отқан пайымымды тыңдаған кезде араларыңызда бір адамдар, ой, Мақпал, біз олардан қалай отказ береміз? Аштықтан, либо қарыз беруден, либо, жаңағы қалып кеттім деуден, қалай біз отказ береміз? Егер біз олардан отказ беретін болсақ, онда біздің ақшамыз болмай қалады, онда біз аштан өліп қаламыз ғой деп ойлайсыздар. Мен сіздерге 100%
100% айта аламын. Егер сіз 5-й измерениеде квантовый переход жасап, мына 3-й измерениеде 5-й измерениеге өтетін болсаңыз, сіз ешқандай қиналсыз, ешқандай жанталассыз өмірдің ләззатын ала отырып, жан жағыңызды көре отырып, қазіргі сәтті сезіне отырып, мен даже өзім айтып отырып, өзімде мурашки, өзім жылағым келеді. И осыны әрбір адам естісе екен деп ойлаймын, өмірде қалауыңызды просто так аласыз. Просто так. Просто сабақты до конца бірнеше мәрте менің айтпағымды тыңдасаңыздар екен. И сол программалармен менде 1045 жаңағы программалармен мен өмірге қадам баса бастадым. И Құдайдың құдіретімен осыдан бір 2 жыл бұрын мен кәдімгідей бір жарым жыл бұрын ба түс көрем. Түс көрген кезде менің кәдімгідей өмірдегі мен үлкен алып здание екенмін деймін. Сол зданиеде менің бағандар, опоралар, кәдімгідей мені ұстап тұрған опоралар бар екен деймін. Сол опоралардың барлығы күйреп опоралар түсіп жатыр. Бірінен соң бірі, ешқандай опора жоқ. Мен не істеймін, мен опорам жоқ қой деп. И сөйтіп жанталасып жатып, оянып кеттім. Түн ішінде. Ертесіне Москвадағы бір психотерапевтқа хабарластым. Сосын мен айттым, менің опораларым, кажется, мен бұған дейін ішкі жан дүниемде құндылық деп танылған, менің ішкі жан дүниемде программам болған дүниелердің барлығы күйреуде. Енді мен опораны қайдан табам дедім. Өйткені бастапқыда менің кәдімгідей әрбір қызғанышым кете бастағанда, қарызым кете бастағанда, жаңағы жанталасым кете бастағанда, голодым кете бастаған кезде мен не істерін білмей қалдым. Өйткені мен солар арқылы ғана ақша тауып үйренгем. Ал енді заново қайтадан қалай ақша табам дедім. Мен онда аштан өліп қалатын жармын. Яғни маған жоқ, маған голодым қалсыншы, жоқ, маған қызғанышым қалсыншы деп ойладым. Өйткені оларсыз мен балаларымды асырауым керек қой, мен өмір сүруім керек қой, мен қалай өмір сүрем деп. Солай Москвадағы психотерапевтке хабарласқан кезде ол айтты, Мақпал, саған новый миссия береді деді, новый опора береді, и уақытында күт деді. Әрине, одан кейін бір қатар түсініктерді алдым, бір қатар өзгерістер болды, и менің ішіме новый опоралар, новый құндылықтар келе бастады. Сондықтан сіз өзіңіздің матрицаңызға терең үңілсеңіз екен. Сізді өмірде алдыға жетелеп тұрған, осы мен айтқан күштер, осы мен айтқан программалар бойыңызда бар ма? Яғни, осының әсерінен, әрине мен сіздерді, егер ол программалар бар болатын болса, мен сізді жоқ, ол программаңыздан откажитесь деп, или ол программаңыз жаман деп айта алмаймын. Өзі уақыт өткеннен кейін сіздер бұл сабақты бекерден бекер тыңдап отырған жоқсыздар. Бұл әңгімені сіз бекерден бекер естіп отырған жоқсыз. Значит, сіз новый 5-й измерениеге өтуіңіз керек болып тұр. Значит, сіз ескі болмысыңыздан жаңа болмысқа өтуіңіз керек болып тұр. Менің ескі болмысым осындай болды. Жаңағы ашкөз, қалып кеттім, ойбай деп жанталасқан адам болдым. Сондықтан, егер сіздердің бойыңызда да осындай программалар болса, просто өзіңіздің программаларыңызды, сізді өмірде алдыға жетелеп тұрған мотивацияларыңызды танып шықсаңыз.